1987 жылдың көктемінде Адами институтының зертханасында адам қалауларының табиғаты туралы біздің барлық түсінігімізді өзгертетін бір оқиға болды. Атақты нейрофизиолог, бүкіл өмірін адам миының құпияларын ашуға арнаған ғалым Наталья Петровна Бехтерева сол күні өз көзіне өзі сенбей қалды. Көз алдыңызға елестетіңіз. Терең түн, зерттеу кабинетінде шамдардың көмескі жарығы ғана жанып тұр. Бехтереваның алдында энцефалограф мониторлары, онда ми толқындарының сызықтары үздіксіз қозғалып тұр. Ол 14 сағат бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, кезекті тәжірибенің нәтижелерін талдап отырған еді. Кенет оның көзі бір нәрсеге қадалып қалды. Экранда болмауы тиіс бір үлгі пайда болды. Аномалия, барлық белгілі модельдерден ауытқитын белгі. Бехтерева креслоның арқасына сүйене отыра кетті. Жазбаларына қол созғанда қолы дірілдеп тұрды. Ол деректерді қайта тексерді. Бір рет, екі рет, үш рет, қате жоқ. Оның көріп тұрғаны сол кезде нейрофизиология ғылымының барлық қағидаларына қарсы келетін нәрсе еді. Екі адам, екеуі де бірдей тілек айтады: созылмалы ауырсынудан құтылу. Бірақ олардың миы мүлде әртүрлі реакция көрсетеді. Тіпті олар екі түрлі биологиялық түр сияқты әсер қалдырады. Бірінші, сыналушының пациент А деп атайық. Ол мен ауырсынудан құтылғым келеді деген сөзді айтқанда, оның миында үрейге, қорқынышқа және қауіп күтумен байланысты аймақтар белсенді түрде жұмыс істей бастайды. Миндалина белсенді болады. Гипоталамус дабыл сигналдарын жібереді. Ал қанда кортизол деңгейі көтеріле бастайды. Бұл адамның миы дәл сол сәтте қауіп бар, менде проблема бар, маған жаман деп айқайлап тұрғандай. Ал пациент Б мүлде басқа сөйлем айтады. Менің денем сау және ауырсынудан еркін. Сол сәтте мидағы көрініс түбегейлі өзгереді. Префронтальды қыртыс, шешім қабылдау мен жоспарлауға жауап беретін аймақ белсендіріледі. Лимбиялық жүйе тыныш, ешқандай үрей де, қорқыныш та жоқ. Оның орнына жаңа нейрондық байланыстар құруға және қозғалыс жоспарлауға жауап беретін ми аймақтары іске қосылады. Ми бұл сөздерді жалбарыну ретінде емес, әрекетке бағытталған бұйрық, нақты бағдарлама ретінде қабылдайды. Бехтерева сол түні мүлде ұйықтамады. Ол соңғы 5 жылдағы зерттеу архивтерін қайта қарап шықты және бір шындықты түсінді. Бұл заңдылық барлық эксперименттерде болған. Бірақ ешкім оған назар аудармаған. Ғалымдар деректерді тіркеген, бірақ ең маңызды нәрсені байқамаған. Адам миы өтініштерге және ниеттерге мүлде әртүрлі нейрондық үлгілермен жауап береді. Бұл жай ғана ғылыми жаңалық емес еді. Бұл неге кейбір адамдар өмір бойы күресіп, қиналып жүреді, ал кейбіреулер керісінше қалаған нәрсесіне оңай жететіндей көрінеді. Соны түсінудің кілті болатын. Бірақ ең таңғаларлығы әлі алда еді. Бехтерева бұл құбылысты жүйелі түрде зерттей бастағанда, ол классикалық нейрофизиология шеңберінен де асып түсетін бір нәрсені байқады. Ми айна сияқты жұмыс істейді. Ол тілектің мазмұнына жауап бермейді. Ол адамның сұрауын қандай күйде айтқанының энергетикалық қолтаңбасына, яғни ішкі күйінің тербелісіне жауап береді. Сұрап, жалбарынып, үміттеніп отырған адамдардың миы бір негізгі сигналды қабылдайды. Жоқтық. Менде бұл жоқ. Маған бұл жетіспейді. Мен тапшылықтамын. Ал ми бұған қалай жауап береді? Ол дәл осы үлгіні күшейте бастайды. Жетіспеушілік сезіміне жауап беретін нейрондық байланыстар барған сайын нығая түседі. Ми шын мәнінде бақытсыз болуға үйренеді. Азаптың жалғаса беруіне бағдарланады. Атақты нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева бұл құбылысты сұраушы парадоксы деп атады. Адам неғұрлым көп сұраса, неғұрлым шарасыз күйде көмек тілесе, соғұрлым ол өзінің нейрондық жүйесінде дәл сол құтылғысы келген проблеманы тереңірек бекітеді. Бұл өте қорқынышты тұжырым еді. Бұл миллиондаған адамның өмірін өзгертуге шын ниеттенгенімен күн сайын өздері байқамай өз нейрондарынан түрме құрып жатқанын білдіретін. Алайда ғылыми қауымдастық бұл деректерді қабылдауға дайын емес еді. Бехтерева өз жаңалықтарын алғаш рет институттағы жабық семинарда таныстырғанда реакция салқын, тіпті дұшпандыққа жақын болды. Наталья Петровна, бұл мистикаға жақын нәрсе, деді әріптестерінің бірі.
Сіз бізге жай ғана сөзді басқаша айту миды қайта бағдарламай алады деп сенуді ұсынып отырсыз ба? Бұл ғылыми емес, бірақ Бехтерева берілмеді. Ол бір нәрсені анық түсінді. Оның ашқан жаңалығы тым маңызды, оны елемей қоюға болмайды. Келесі 8 жылын ол ауқымды зерттеуге арнады. Жүздеген еріктілер, мыңдаған сағаттық ми белсенділігінің жазбалары, нейрондық үлгілерді талдау, статистикалық заңдылықтарды зерттеу. Әрбір жаңа эксперимент оның алғашқы тұжырымын қайта-қайта дәлелдей берді. Адам миы жай ғана биологиялық компьютер емес. Ол айна. Бұл айна сіздің сөздеріңізді де, тілектеріңізді де көрсетпейді. Ол сіздің ұстанымыңызды, сұрауды айтқан сәттегі ішкі күйіңізді көрсетеді. Сіз сұрағанда, сіз төмен позицияда боласыз, әлсіз, тәуелді, мұқтаж күйде. Ал ми соған сәйкес әлсіздік бағдарламасын іске қосады. Кортизол деңгейі көтеріледі, серотонин төмендейді. Бағыну мен тірі қалуға жауап беретін көне механизмдер іске қосылады. Ал сіз ниет білдіргенде, сұрамай, шешім қабылдағанда мүлде басқа бағдарлама іске қосылады. Бұл есінің бағдарламасы. Өз шындығын жасаушы адамның бағдарламасы. Префронтальды қыртыс жаңа жылдық шыршадай жарқырап белсендіріледі. Сенімділік пен мақсатқа бағытталған әрекетке жауап беретін нейромедиатор дофамин нейрондық жолдар арқылы аға бастайды. Ми сіздің бұйрығыңызды әлдеқашан орындалған факт ретінде қабылдайды да, оны жүзеге асырудың жолдарын іздей бастайды. Бехтерева студенттеріне жиі былай дейтін: сіздің миыңыз денсаулық сұрау мен ауруды айту арасындағы айырмашылықты түсінбейді. Ми үшін мен сау болғым келеді деген сөйлем мен аурумын дегенде естіледі. Ол сөйлемнің екінші бөлігін ғана қабылдайды. Мәселені, тапшылықты, жетіспеушілікті. Содан кейін ми дәл сол жетіспеушілік төңірегінде шындықты құра бастайды. Бұл нағыз революциялық ой еді. Өйткені бұл адамдардың көпшілігі өз армандарын байқамай, өздері бұзып жатқанын білдіреді. Тек бір себеппен олар дұрыс емес тілде сөйлейді. Бұл құрбанның тілі, сұраушының тілі. Олар әлемге, Құдайға, ғаламға алақан жайып жүгінеді. Ал олардың миы ең басты сигналды тіркейді. Қол созылған, өйткені ол бос. Осы трагедияның ауқымын елестетіп көріңіз. Миллиондаған дұғалар, миллиардтаған өтініштер, шексіз. Өтінемін, маған берші, көмектесші. Ал осындай әрбір өтініш сіздің арманыңыздың табытына қағылған шеге сияқты. Өйткені нейрофизиология деңгейінде өтініш растау ретінде жұмыс істейді. Менде бұл жоқ, маған бұл керек, мен онсыз толық емеспін. Бұл құбылысты зерттеген атақты нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева өзі ашқан нәрсенің жай ғана ми жұмысының қызық ерекшелігі емес екенін түсінді. Ол адамдардың өмірі неге әртүрлі өтетінін түсіндіретін механизмді тапты. Неге кейбір адамдардың өмірі шексіз күрес, ал басқалардың өмірі бір жүзеге асқан мақсаттан келесі мақсатқа қарай еркін ағатын жол сияқты көрінеді. Мәселе сәттілікте де емес, тағдырда да емес, және қандай да бір мистикалық күштерде де емес. Мәселе адамдар күн сайын өз ойлары, сөздері және эмоциялар арқылы байқамай қалыптастыратын нейрондық үлгілерде еді. Бірақ ең таңғаларлық жаңалық әлі алда болатын. Егер қызық болса, плюс қойып, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер.